Ассалаумағалейкум достар. Үшінші бөлім. Бұл видеода мен сіздерге тректерді ашып көрсетемін. Бізде неше түрлі тректор бар. Ол тректор әртүрлі өзінің функциясын атқарады. Және сол тректорды біз клавишіміздағы әрбір әріпке бағындырып қойға болады. Горячий клавиш қылып қойға болады. Сонымен тректорды ашып көрейік. Бізде жаңа проект ашқан кезде осылай пустой болып ашылады. Бізде 3 бөлікке бөлініп қойған. Инспектор деген бұл жерде бір әр тректің өзінің бір функциясын атқаратын инструменттер тұрады. Екінші окошкада бізде тректордың өзі тұрады. Бұл жерде аудио тректорыңыз, MIDI тректорыңыз, инструмент тректорыңыз, жаңа видео трекқа дейін осы жерде көрсетіп тұрады. Ал мынау основной жұмыс істейтін жерлеріңіз темплейт деп аталады. Осы темплейтті сіздер жаңағы кесу, аудиоларды жан-жаққа қою, аранжировка кезінде осы темплейт қолданылады. Енді тікелей тректорды ашып көрейік. Трек ашу үшін біз екінші окошкаға келеміз. Осы екінші окошканың ең үстіңгі жағында мынандай плюс деген бар. Осы плюсті басып жүрсек, бізде неше түрлі тректордың тізімін көрсетеді. Және осы тізімді басқаша да ашуға болады. Стрелкаға қарасаңыздар, мына жерге пустой жерге алып келіп, мышканы оң жағын басып жіберсеңіздер, сіздерде қайтадан осы әртүрлі тректің тізімін көрсетеді. Бізде неше түрлі тректор бар. Мысалы, аудио трек бар. Аудио тректің өзі бізде стерео моно болып бөлінеді. Стереоға көбіне біз жаңағы минусовкаларымыз, стерео файлдарды стерео трекқа қоямыз. Моно трек ашқан кезде, моно трек бізге дауыс жазған кезде, немесе моно файл қою үшін аспап жазатын кезде біз монотрек ашамыз. Оның астына бізде инструмент трек деген бар. Бұл аранжировкада қолданамыз инструмент ашу үшін. Одан кейін MIDI деген трек бар. Бұл MIDI мен инструменттің екеуінің атқаратын функциялары бірдей, бірақтан ішіне инструмент қою жолдары басқаша. Одан кейін бізде эффект канал деген бар. Эффект ашу үшін жаңағы біз дауысқа реверб беру үшін, делей беру үшін, параллельный компрессия, сатурация беру үшін біз осы эффект каналды ашамыз. Одан кейін бізде групп канал деген бар. Групп трек ашамыз. Біз көптеген аудио, немесе MIDI, инструмент тректарымызды осы групп каналға бағындырып қойға болады. Сонда сіздер жаңағы громкостын көтеріп, түсіріп, немесе әртүрлі обработка жасауға болады групп каналдың ішінде. Одан кейін бізде аранжер трек деген бар. Бұл аранжировкада қолданамыз. Одан кейін бізде чорт трек дегенде бұл аккорд тректар. Одан кейін фолдер трек деген бар. Фолдер тректе біз кейде қолданамыз. Фолдер трек бұл өзінше бір папка трек ашылады. Сонымен біз жаңағы мысалы барабан, перкуссия ашылған тректарды бір фолдерға сап қойсақ болады, және жазып қойсақ болады. Мысалы друмс деп, немесе барабандар деп жазып қойға болады. Мысалы бірнеше дауыс жазылды, астына бэк-вокалдар жазылды. Оның барлығын осы бір папкаға сап қойсақ болады. Сонда сіздерде мынау темплейттарыңызда барлығы бүйтіп үлкен болып тұрмайды. Мышкамен бүйтіп бұрап отырып іздеп отырмайсыздар. Сол фолдер трекке бас жүрсеңіздер, сіздерге тректердің бәрін ашып көрсетеді. Ол да өте жұмыс істеген кезде ыңғайлы бір функциясы. Одан кейін маркер трек деген бар. Маркер тректі кейде қолданамыз. Маркер трек деген бізде мысалы әнде проигрышы бар, бастапқы, одан кейін куплеті бар, қайырмасы, одан кейін проигрыш, екінші куплет, қайырмасы деген сияқты әр жерге белгі қойып қойға болады. Сол белгіге бір әріпті қойып қойға болады. Сонда сіздер мынау үстінде тұрған курсорды мысалы бүйтіп апарып жүрмейсіз. Бірден жаңағы әріпті бас жерсеңіздер, сізге мысалы екінші куплеттің басы керек болса, бірден сол курсорды екінші куплеттің басына апарып қойып қояды. Маркировка деп аталады бұл. Одан кейін рулер трек деген бұл бізде жаңа секундын есептеп береді, және ең соңғысы видео трек. Cubase-пен де видео тректі импорт жасап, сол видеоға жаңағы саунд дизайн жасауға болады. Жаңағы саунд трек жазуға болады, немесе бір озвучка жасауға болады. Сол видео трек шақыру үшін осындай астына список бойынша көрсетіліп тұр. Енді біз айталық дауыс жазып үйренгісі келіп жатқан адамдарға біз примерно тректорды ашып көрейік. Және сол тректарды біз горячий клавишқа бағындырып көреміз. Мінекей біз бірінші аудио тректі басқан кезде
бізде мынандай окошко ашылады. Бұл окошканың ішінде біз қанша бізге стерео трек керек немесе қанша моно трек керек екенін санын жазып қойсақ болады. Соны басып жіберсек, бізде мысалы 3-4 стерео трек керек болса, ол жерге жазып қойсаңыздар, бірден басып жіберсеңіздер 3-4 стерео тректі бірден ашып береді. Мына жерде конфигурациясын таңдауға болады. Бізге стерео немесе моно трек таңдауға болады. Көп жағдайда жаңа минусовкаға қою үшін, стерео файлдарды қою үшін біз стерео трек қолданамыз. Одан кейін бізде мына жерде бірден атын жазып қоюға болады. Мысалы, минусовка тартып жатқан болсаңыз, проекттің ішіне, мына жерге мысалы минус деп жазып қойсақ та болады. Мына қазір минус деп жазылады. Мына минус деп жазып қоюға болады. Одан кейін создать дегенді басып жіберсек, бізде мынандай мына трек ашылады. Стерео трек бірден атын жазып қойған. Немесе моно трек ашуға болады. Тура осы бірінші список бойынша аудио трек дегенге бассақ, бізде мына жерде конфигурациясын өзгертеміз моноға. Создать дегенді бассақ, бізде моно канал ашады. Одан кейін көп біз ылғи да көп қолданатын, постоянно қолданатын бұл бізде эффект канал. Эффектіні бассақ, бізде қайтадан осындай окошко ашылады. Бұл окошканың ішінде біз кез келген эффектімізді, плагинімізді қолдансақ болады. Одан кейін конфигурациясында қолдануға болады. Моно немесе стерео. Бұны да бүйтіп басып жүрсек, бізде эффект канал ашылады. Және эффект канал өзінің бір папкасы болады, мынандай вкладка. Мына жерде папканың суреті көрсетіліп тұр. Осыған басып жүрсек, бізде мынандай трек жоқ болып кетеді. Қайтадан осы папкаға басып жүрсек, мынандай каналдың өзін тікелей ашып көрсетеді. Енді біз осы тректарды горячий клавишке бағындырып көрейік. Горячий клавишке команда беру үшін біз жоғарыда Cubase файл деген тұр. Файлдың списігі бойынша астында мына K-Commands деп көрсетіліп тұр. Мінекей үлкейтіп көрсетейін. K-Commands. Осы K-Commandsқа кіреміз. Мынандай окошко ашылады. Осы окошканың ішінде біз кез келген функциямызды бір клавишке бағындырып қойымыз болады, бір әріпке. Мысалы, біз көп жағдайда трек ашуды қолданамыз, одан импорт, экспорт деген сияқты нәрселерді қолданамыз. Нормализация, жаңағы bounce деген сияқты нәрселерді қолданамыз. Сондай кезде барлығын осы клавишке бағындырып қойуға болады. Мысалы, трек ашу үшін мышкамен, постоянно мышкамен ашпас үшін мінекей аудио, мына жерде тректердің тізімін көрсетіп қойған. Мына аудио бізге ылғи да аудио трек ашу керек болады. Аудионы мен А деген әріпке бағындырып қойғам. Сіздерде жаңадан ашқан кезде Cubase'те бұл әріптердің ешқайсысы болмайды. Сіздер кез келген өздеріңізге ыңғайлы әріптеріңізге назначение беріп қойсаңыздар болады. Мына аудио деп, мына жерге мен А деп қойғам. Бұл әріпті өзгерту үшін мына жерге мына type in K деп тұр. Осы жерге басып әріпіңізді басасыз. Әріпті басқаннан кейін есегін деп тұр. Осыған басып жүрсек, бізге мына жерге әріпті жазып көрсетіп қояды. Осылай біз кез келген функцияны кез келген әріпке бағындырып қойымызға болады. Одан кейін соңынан окейді басып жібереміз. Болды, бізде горячий клавишіміздің бәрі настроены тұрады. Енді біз мышканы қолданбай, бірден сол горячий клавиш, мысалы, бізге аудио трек керек. Мен қазір А-ны басып жіберсем, менде мынандай окошко ашылады. Одан кейін интерні бассам, менде бірден трегім ашылып тұрады. Осылай кез келген тректеріңізді горячий клавишке бағындырып қойсаңыздар болады. Енді біз осы пустой проекттің ішіне бір аудио файлды скачать етіп көрейік. Аудио файлды осы проектке шақырту үшін біз қайтадан файлдың ішіне кіреміз. Файлдың ішінде бізде список бойынша импорт деген тұр. Импорттың ішінде бізде қайтадан бірнеше тізім көрсетіп тұр. Бізде аудио файлды тартуға болады. Дисковод бар болса, компьютерларыңызда дисководтан бірден файлды тартуға болады. Видео файлды тартуға болады. Аудио және видео файлды тартуға болады, және MIDI файлды да тартуға болады. Бірақ біз енді көп жағдайда аудио файл тартамыз. Мінекей осы аудионы басып жіберсек, бізде мынандай үлкен окошко ашылады. Жаңадан ашылған Cubase'те көп жағдайда астында автоплей деген тұр. Мына осы автоплейде галочка тұрмайды. Бұл галочка не үшін керек? Біз әрбір таңдаған звугымыз, мысалы, бір минусовка зебіп жатқан болсаңыз,
мына галочка тұрмаса ойналмайды. Осы галочканы қойып қойсақ, бізде бірден автоматтық түрде жаңа аудиомыз ойнай бастайды. Мына автоплейді өшірсек, мысалы автоплейсіз біз оқи алмаймыз. Автоплейді басамыз, бізде бірден оқиды. Және мына жерде әртүрлі фрагменттерін тыңдасақ та болады. Одан кейін громкостьін регулировать етуге болады. Жай немесе қатты. Мысалы жайға қойсақ, жай ойнайды. Одан кейін open'ды басып жіберсек, бізге осы таңдаған аудиомызды проекттің ішіне бірден трегімен ашып береді. Мінекей бізде бірден стерео трегін қоса ашып береді. Осылай достар, мінекей трег ашу деген аса қиын емес. Горячий клавиштерге орат қойсаңыздар болады, өздеріңізге жұмыс істеген кезде өте ыңғайлы болады. Осымен тамам, 3-ші бөліміміз келесі видеода мен тікелей осы ашқан тректерімізді шаблон жасап қоюды көрсетем. Шаблон дегеніміз ол әр жаңа ашқан проектімізде қайтадан тректерді ашып жүрмес үшін шаблонды ойнап қоямыз. Шаблонды басып жіберсеңіздер, бірден сол тректеріңізбен жаңа проектті ашып береді. Келесі видеода оны толықтай көрсетем. Сау болыңыздар достар.